жан ашыр ретінде менің айтатын сөзім, менің жасым үлкен, барлық осы қазіргі жастардан. Менің істегенім көздерінің алдында. Мен айтпағанда кім айтады? Күнде көріп жүргеннен кейін бағасы болмайды ғой әр нәрсенің. Біздің жас ұрпақ оны біле бермейді. 90-шы жылдары пәтерлерді жылытатын жыл болмай суық үйде тұрды халық. Электр жүйесі аптасына бір-ақ рет берілетін жағдайға келді. Жалақыға ақша жоқ, зейнетақыға ақша жоқ. Магазиннің сөрелерінің барлығы бос. Сондай жағдайдан біз бастадық. Бұл Қазақстан мемлекет бола алмайды дегенді мен талай естідім. Бола алмайсыңдар сендер. Қашан еш уақытта мемлекет болған жоқ деп. Дегенмен мысалы мемлекет құрылды. Ол мемлекетте дүние жүзі мақұлдады. Шегендеген шекара болған жоқ Қазақстанда. 14,500 шақырым төңіректегі шекараның барлығын келіссөзбен бекітіп Біріккен ұлттар ұйымына тапсырдық. Бұл шекараның 1-2 километр жері шешілмесе, ол ылғи төбелес соғыс. Оның барлығымен шешіп, шегендеп, келер ұрпаққа ол мәселені алып тастадым. Жастарға беретін ақылым, ең алдымен білім алуға тырысу керек. Мына өмір деген қиын, арандатуға ешқашан көнбеу керек. Барлығымыздың ойымыз елдің амандығы, жұрттың тыныштығы, Қазақстанымыздың тәуелсіздігі.